Сен айналаңдағының бәрі ақымақ адамдар дейсің. Егер сен осылай ойласаң, бұл өзіңнің өте нашар адам екеніңді көрсетеді. Неғұрлым аз сөйлесең, соғұрлым көбірек жұмыс істейсің. Адамды алғаш көргенде қалыптасатын пікір әдетте көп ұзамай өзгереді. Ал бұл өзгеріс болғанша адам туралы не тым жақсы, не тым нашар ойлайсың. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз қалады. Ашумен басталған нәрсе ұятпен аяқталады. Еңбек етпесең, не қорлықта қаласың, не ұрлыққа барасың. Мен ақымақ болып елді түзетпек едім. Ақылды болып өзімді түзетуге кірістім. Байлық деген тезек сияқты, үйілген сайын сасиды, шасылша жерді тыңайтады. Алдау жаман нәрсе, бірақ ең жаманы өз-өзіңді алдау. Егер сенің кеткеніңді ешкім байқамаған болса, демек кеткенің дұрыс болды. Адамның барлығы адамзатты өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгерту туралы ешқайсысы ойламайды. Ақша өмірдің маңызы емес, бірақ барлық маңыздылар соған тәуелді. Ең арзан сый ақша, қалғанының бәрі қымбат. Ақшасыз жүруге де ақша керек. Егер сен дұрыс жоспарламасаң, уақыт саған ешқашан жетпейді. Ашушаңдық адамды бір сәтте ақымаққа айналдырып жібереді. Мен 10 000 түрлі ұсақ тәсілін егерген адамнан сескенбеймін. Мен бір ғанақ тәсілді 10 000 рет қайталайтын адамнан сескенемін. Жұмсақ бол, бірақ бағынышты болма. Қатты бол, бірақ қатыгез болма. Бай адам қоңыраулы мысық секілді. Тышқандар оның қайда, не істеп жүргенін біліп отырады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Кейде сырты қаншалықты сабырлы болса, іші соншалықты буырқанысқа толы құбылыстар кездеседі. Қатын барға шүкір, жоққа сабыр дегенді білмейді. Бір сөзге сабыр ете алмаған көп сөз естеді. Өз ашуын өзі баса білген адам күшті адам. Адам өмірі дөңгелекті арба секілді. Қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кетері белгісіз. Ақиқат қашанда ащы, оны айта білу одан да ауыр. Соны біле тұра күлгірсіп өтірік мақтау айтуға әуестікше. Шын сөз сұлу емес, ал сұлу сөз ақиқат емес. Көп адам даналықтан гөрі ақымақтықты таңдайды. Себебі ақымақтық күлдіреді, даналық жылатады. Ақылды адам ертеңгі күнін ойлайды. Ақылсыз адам бүгіндікпен ойнайды. Өзінің ақымақтығын жасыра білген адам өзінің даналығын көрсеткісі келетін кісіден артық. Жастық шақ даналықты қабылдайтын уақыт, кәрілік оны пайдаланатын уақыт. Өмірдегі ең басты ісің қазіргі істеп отырғаның.
өмірдегі ең басты адамың, қазіргі сөйлесіп отырғаның. Адамға ұлы, ерекше нәрсені тілеуің мұң екен, оны ұсқынсыз етесің, ал өзіңе тілегенің өлгенің. Еске сақтаумен емес, өз ойыныңның күшімен қол жеткізген білім ғана нағыз білім. Бала тәрбиелеу, шындап келгенде өз-өзіңді тәрбиелеу. Жұрттың өзі туралы не айтатынын естіген адам сабырлы бола алмайды. Білмеуден қорықпа, жалған білімнен сақтан. Дүниедегі бар жамандық осыдан басталады. Басқаларды даттап, өзіңді мақтап тұратын адамды ешқашан тыңдама. Жақсы нәрсе туралы ойлан, сонда ойларың ізгі істер жасауға пісіп жетіледі. Адам әлемді қаншалықты таныса, соншалық өзінде тани түседі. Өзін өзі қалай тануға болады? Борышыңды өтей бастаған сәттен бастап-ақ өзіңді тани аласың. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ең қиыны өзіңді өзің тану. Қай істің болсын өнуіне 3 түрлі шарт бар. Ең әуелі ниет, күш, тәртіп керек. Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын ізде. Бар екен деп аспа, жоқ екен деп саспа. Өтірікші бірінші өзін алдайды. Жасы кішіні іні, ақылы тартса аға тұт. Жасы үлкен ағаны жақсы сыйлап жаға тұт. Мінезін өзгерткен адам тағдырын да өзгертеді. Құлаққа музыкадан да жағымдырақ естілетін бір нәрсе бар, ол тыныштық. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Құлаққа кірген суық сөз көңіліңе барып мұз болар. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Ішімдегінің бәрі тілімде, тілімдегінің бәрі түрімде. Тіл сүйексіз болса да сүйектен өтеді. Көргенді кісі көргенін айтар, көргенсіз кісі бергенін айтар. Досыңды мақтағаның, өзіңді шақтағаның. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Біздің тағдырымыз көбіне 6 жас пен 25 жас аралығында шешіледі. Сүйкімділікпен бет-әлбет жасаған жан үнемі жеңіске жетеді. Тіпті тас жүректердің өзін жылы өтініш жеңеді. Есте сақтау қолып кетпейтін жалғыз ғана жұмақ. Көкіректе сәулесі жоқтың көңілінде сенімі жоқ. Өзіңе сен, өзіңнен күшіңе сен, қос қолыңмен істелген ісіңе сен. Алысың да сыйласың, жақының да, өзіңді өзің төмен түсірмесең. Ештеңеде өзінен өзі ерік жігерсіз, құрбандық пен еңбексіз істелмейді. Адам еркі, соның ішінде берік адамның еркі ғаламат күш. Әр адамға сенген ісін орындауға жетерлік күш қайрат болады. Өмір теңіз, жүзем онда демеңіз, ізгілікпен жасалмаса кемеңіз.
Адам боп оңай туғанмен, адам боп қалу көп қиын. Жақсылық істеуден жалықпа, істеген жақсылығыңа өкінбе. Өзіңді танығың келсе, адамдардың ісіне қара, өмірді танығың келсе, өзіңнің жүрегіңе үңіл. Өзен үлкен адами тереңдікте сезіне алмаған адам өмірдің қызығын сезіне алмайды. Аллах айтқан екен, өзің ренжіткен адамның көз жасынан қорық, ол менен көмек сұрайды, ал мен оған көмектесемін. Каналыма тіркеліп алыңыз, сіздің қолдауыңыз мені шабыттандырады. Өз пікіріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыз.